достар, міне біз кезекті подкастымызды бастайын деп жатырмыз. Қонақта Бекнұр деген мырза. Бекнұр, қалың қалай? Жақсы. Рахмет шақырғандарыңызға. Сені де біраз болды көрмеген. Бекнұр деген жігіт өз Тараздың жігіті. Осы Астана қаласында тұрады. Өзің жайлы бір-екі сөз айтып жүрсең, немен айналысасың? Тараздың тумасымын. Тараз туралы айтып бер, Тараздан қалай Астанаға келдің деген сияқты. Тараздың енді ауа райы керемет, өзгеше Астанадан қарағанда. Адамдар жылы болып келеді. Астана енді мегаполис болғаннан кейін сәл адамдар бір-бірінен алыс, қарым-қатынастар қиын. Ал енді Бекнұр, Тараздың болашағы қалай болып жатыр? Қалай ойлайсың? Сен қазір Астанада тұрып жатсың, иә? Астанада тұрып жатқаннан кейін Тараз туралы қандай ойлар қалыптасты? Астанамен салыстырғанда қандай? Негізінен былай ұлан-ғайыр тарихы бар, ол 2000 жылдан астам. Тараз негізінен Ұлы Жібек жолы сол жақтан өтеді. Сондықтан ол жердің кісілері андай саудаға жақын, сондай болып келеді. Сол себепті Таразға баян жай байсал жүрістермен жақсы. Біздің Астанада бөлек. Дұрыс. Жақсы, керемет. Подкаст жақсы өтіп жатқан сияқты. Енді Астанада қанша жыл болып тұрып жатқанына? Астанада 20 жылдан астам тұрып отырмын. Астана маған былай өзіме қатты ұнайды деп айта алмаймын. Мұнда көп арпалыс өмір сүру деген өмір сүретін жағдай жасалмаған бұл жерде. Қатеміне мысалы әр қалалардан келіп Астанада көтеріліп кететін жағдай болады деп көбісі жастар қиналып, жұмыс таба алмай жүр. Мен шындықты айтамын, қасында Рауан күліп жатыр. Ал енді Астананың болашағы бар деп ойлайсың ба? Астанада мысалы көбісі жастардың қаласын деп айтады ғой негізі. Сол жастардың көп келіп жатқаны Астананың болашағына әсерін тигізеді деп ойлайсың ба? Жастардың болашағы зор болып сенем, бірақ Астананың болашағы былай негізен бір талай онша қатты сене алмаймын, өйткені басқа региондар қатты дамымайды. Тек қана бюджеттің бәрі осы Астанаға төгіледі. Керісінше әр облыс пен әр қалаларда осында Астана сияқты жағдай жасау керек жастарға деп. Сон негізінен басшылар өздеріне заметка алсын. Жақсы, керемет. Ал достар, бүгінгі подкастымыздың аяғына келіп жетті. Бұл бірінші подкаст. Алдағы уақытта келесі басқа да подкасттарды, басқа да тақырыптар жайлы айтатын боламыз. Ал саған Бекнұр мырза үлкен рахмет, келіп осындай рахмет. Бүгін біз сұхбат бергеніңе. Лық лагманда отырмыз. Рауан бүгін күнде больницадан шығып, кішкене өз қалпына келіп, келесі подкастта кішкене дайындалып келеміз. Бұл бірінші түсірілген подкаст бұл. Бірінші подкаст енді кішкене сәл қобалжыған бар, Барда енді көп шыға бермеймін видео подкасттарға. Бекнұр мырза көп сұхбат бере бермейді. Бірінші рет сұхбат беріп тұр енді. Сондықтан барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Келесі кездескенше қош, саламат болыңыздар.